Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бананнан жасалатын өте дәмді панкейк жасаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады екен. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажеттісі 2 банан. Банан өте балғын, піскен, жақсы піскен банан болу қажет. Жақсылап бананымызды қабынан ашып, тазалап аламыз. Қабынан аршып тазалап алған банандарымызды осындай ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Турап алған банандарымызды шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Ешқандай комок қалмайтындай бір келкі қылып езіп аламыз жақсылап. Мінекей біздің бананымыз дайын. Жақсылап езіп алған бананымыздың үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп отырып саламыз. Барлығының мөлшері менде описание бөлімінде жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз дайын. Енді осы дайын болған массаның үстіне ас қасықпен 1 қасық немесе қалауларыңызға қарай 2 қасық салсаңыздар да болады. Банан өзі де тәтті болған себепті мен 1 ас қасық қант салдым. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Алдын ала табамызды қыздырып, майлап, дайындап аламыз. Енді дайын болған массаны қызып тұрған табамызға құйып пісіретін боламыз. Менде осындай кішкене шөміш бар, осының көмегімен қойып пісірдім. Сіздерде бұндай жоқ болса, ас қасықпен 1,5 ас қасық құйып пісіресіздер. Беті асты пісіп болғаннан кейін келесі бөлігін, яғни бетін пісіріп аламыз. Осылай айналдырып, 2 жағын бірдей қызарғанша пісіріп аласыздар. Бұны баяу отта пісіресіздер, өйткені күйіп кетеді. Сол себепті табамыз қызғаннан кейін міндетті түрде отты бәсеңдетіп, баяу отта пісіріп аласыздар. Мінекей біздің бананды панкейгіміз дайын. Столға жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады, ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.